жаңа тұрып қалсам менде мынадай сюрприз болады. Бастаған Данияр, Остап, Жеңіс бар, Еркебұлан, Бибігүл, Нұрым, Элла, Нұрмұхаммед, Ербол, Мадияр, Дәуренбек. Мәкен мына жерде соңғы ақшасын жүрген сияқты 138-де 52 тиын қылып дұға тілектерін арнап жатыр. Рахмет көптен көп. Жалпы осы 3 күннің ішінде 42 адамнан 20.955 теңге түсіпті. Рахмет баршаңызға, алла разы болсын сіздерге. Рахмет көптен көп. Асықпай тез тұрып алдым да қоқыстарымды жинап лақтырып контейнерге. Өте жаңбыр жауған, жаңбырдан кейін кішкене ауырлап кеткен сияқты. Ақшамды шешіп, список жасап, магазинге жүргіздім. Магазиннен барып тақтайларымды алып, қандай шуруптар, болттар, олиф алдым, егерген жүгіріп. Арамен кесем, аздап, что-то арамен өнбеді. Эфирден яғни Амангелді ағам мебельді істейді екен. Соның көмегі жақсы болды, а то мен қол арамен әлі отыратын едім. Сол кісіге рахмет берешедім. Бүгінгі жасалған шаруамыз осындай, яғни кесіп қойдық, шлифовка жасадық. Ертең краскілеп салатын боламыз. 15 штук шықты болып шей. Қара қызым. Ақшалар қолдау білдірмейтін жандар болса, номер профильде, хотя ақша жібермесеңіздер де лайк басып, подписацияны да басамыз.